Кенесары Қасымұлы, мемлекет қайраткері, әскери қолбасшы, қазақ халқының 1837-1847 жылғы ұлт-азаттық қозғалысының көсемі, қазақ хандығының соңғы ханы, Абылай ханның немересі. 1802 жылы Көкшетау өңірінде дүниеге келген. Кенесары бастаған ұлт-азаттық қозғалысына патша үкіметінің 1822 жылғы Сібір қазақтары туралы жарғысының қалыптасқан хандық құрылымды, дәстүрлі билік үлгілерін жоюы, қазақ елін жалпы ресейлік басқару жүйесіне сіңістіріп жіберуді көздеген жымысқы саясаты негіз болды. Ресей империясының бұл саясатын алғашқыда Ғұбайдолла сұлтан қарсы шықса, кейін оны Саржан сұлтан басқарды. Алайда Ресейге қарсы күресте одақтас болған Қоқан хандығының сатқындығынан 1836 жылы олардың тікелей нұсқауымен Саржан сұлтан өлтірілді. 1840 жылы Қасым төре қаза тапты. Осы кезде Қасым сұлтанның баһадүр батыр ұлдары Саржан сұлтанның туған інілері Кенесары мен Наурызбай шығып, қалың қазақ елі Кенесарының соңынан ерді. Ол бірнеше рет дипломатиялық қадамдар жасап, бірінші Николай патшаға Орынбор генерал-губернаторлары Перовскийге, Обручевке, Сібір генерал-губернаторы Горчаковке хат жолдады, тиісті талаптар қойды. Кенесары Қасымұлы 1837 жылғы желтоқсанда бірінші Николай патшаның өзіне хат жолдаған. Ол өзінің Ресей патшасына жолдаған алғашқы хаттарының бірінде тіпті императорды атасы Абылай хан заманында екі ел арасында орын алған бейбіт қатынасқа және шекара есебіне қабылданған межеге қайта оралуға шақырды. Алайда заңды талап тілегі орындалмай, өтініш аяққа басылып, еліме жерінің біртұтастығына қатты қауіп төнгендіктен туыстап тұлпар мініп қол бастады. Ақылды саясатшы және шебер әскери қолбасшы ретінде ол соғысқа жан-жақты дайындалды. Жасағына қару-жарақ соғу, соның ішінде зеңбірек құю үшін орыс және өзге ұлт шеберлерінде өзіне тартып, оларға жақсы жағдай жасады. Көп ұзамай Кенесарының қол астына 20 мыңға жуық сарбаз жиналып, олардың ішінде орта жүздің арғын, қыпшақ руларымен бірге кіші жүздің де шекті, тама, табын, алшын, шөмекей, жаппас, жағалбайлы тағы да басқа да руларының, ұлы жүздің үйсін, дулат тағы да басқа руларының сарбаздары болды. Кенесары хан ұлт-азаттық көтерілісінде Ағыбай, Иман, Басығара, Аңғал, Жанайдар, Жауке, Сұраншы, Байсейіт, Жоламан, Түленшұлы, Бұқарбай, Мыңжасар тәрізді батырларға арқа сүйеді. 1841 жылы қыркүйекте 300-дің өкілдерінің жиынында Кенесары қазақ халқының ханы болып сайланды. 1841 жылы қыркүйекте 300-дің өкілдері жиынында Кенесары қазақ халқының ханы болып сайланды. Сол жылы Кенесары ханның әскері Қоқан хандығының иелігінде Созақ, Жаңақорған, Ақмешіт қамалдарын алды. 1843 жылы Ресей үкіметі Кенесары ханға қарсы кең көлемді әскери жорық ұйымдастырды. Соған қарамастан Кенесары ханның әскері Ресей армиясы мен Ресей жағында күресуші қазақ сұлтандарына бірнеше рет ойсырата соққы берді. Әсіресе 1843 жылдың қыркүйегіндегі Орынбор жасағымен шайқас бір жұмаға созылды. 1844-1845 жылдары Кенесары бастаған ұлт-азаттық көтерілісі шырқау шегіне жетті. Ол бастаған елді үш жақтан қоршап, Қарақұмға шегінуге жол бермеу үш бірдей жасаққа жүктелсе де, Кенесары оларды жер қаптырып құтылып кетті. Кенесары кейін Константинов қамалына шабуыл жасады. Жанторин мен полковник Дуниковский бастаған орыс әскерімен шайқасып, сұлтан жасағына тылдап тиісіп жойып жіберді. Осы ұрыста 44 сұлтан қаза тапты. Кенесарыны қарудың күшімен бағындыра алмасын білген патша үкіметі онымен келіссөз жүргізіп, қапияда қолға түскен сүйікті жары Күнімжан ханымды тұтқыннан босатты. Кенесары өз ордасын Жетісуға көшірді. Ұлы жүзден оған Байсейіт, Сұраншы, Саурық, Тойшыбек, Байзақ батырлар жасақтармен келіп қосылды. Патша үкіметі болса, сатқын сұлтандарды Кенесары ханның соңына салып қойды. Осындай аласапыран заман туса да, Кенесары хан жеке басының қамынан елінің біртұтастық мүддесін жоғары қойды. Тапқырлығымен талай қиын мәселелердің түйінін шешті. Сатқындыққа, әділетсіздікке, мейірімсіздікке қатал қарап, қатты қаһарланса да, парасаттылық танытар тұста ашуын ақылға жеңдіре білді. Тарихта Кенесары хан парасатты әмірші, әскери өнерді жетік меңгерген қолбасшы, жау жүрек батыр ғана емес, ғажайып дипломат, данагөйде болған тарихи тұлға. Сол кездері отарлаушы орыс мемлекеті қазақтарға қарсы Хиуа, Қоқанды, қырғыздарды айдап салса, қырғыздар орта жүзге ұлы жүзді қарсы қоюға жан таласып, Хиуа Есет батырды Жанқожаға, Жанқожаны Кенесарыға қарсы қоюға тырысты.
азаттық үшін шайқаста Кенесары хан қырғыз манаптарының өзіне бағынуын талап етті. Алайда патша әкімдерімен құпия байланыста тұрған қырғыздар оған мойынсұнбады. Кенесары хан оларға шабуыл жасады. Өз жасақтарының опасыздық салдарынан Кенесары мен Наурызбай дұшпандарының қолына түседі. 1847 жылы Кенесары хан Қырғызстанның Жетіжал жотасының оңтүстік алабындағы Кекілік Сеңгір аңғарында осылайша айуандықпен өлтіріледі. Жаулары оның басын кесіп алып, орыс әкімшілігіне жіберді. Князь Горчаков Кенесарының басын Батыс Сібір бас басқармасындағы Кенесары бүлігі туралы іске қосып, сақтауға бұйрық берді. Абылай ханның ұрпағы Кенесары ханның ұлт-азаттық көтерілісінде қандай қолбасшы, тарихта қандай ұлы тұлға болғандығы туралы орыс тарихшысы Середа өз зерттеулерінде. Кенесары хан өз жасақтарының мәртебелі әміршісі бола білді. Оның рухы дем берген жауынгерлерге еуропалық әскер қолбасшыларының өзі қызығар еді. Жортуылда жолындағының бәрін жайпай, дала дауылындай екпінді де тегеурінді Кенесары хан ешбір бөгет алдында кідірмейтін. Қайта кездескен кедергі оның қайрат жігерін жанып, шамырқандыра түсіп, көздеген мақсат жолындағы тосқауылдарды талқандар керемет күш бітіріп, одан сайын өршелендіріп жіберетін. Кенесарының бойындағы күллі осындай қасиеттерді көшпенділер биік бағалап, оның қарекет қимылына, қатысушылардың жүрегі басшысына деген шексіз сүйіспеншілікпен соғып, жанын пида етуге дейін барғызады деп жазды. Ал енді ағылшындық Томас Аткинсон Кенесары Қасымұлы туралы былай деп жазды. Кенесары қазақтардан ғажайып жауынгерлер даярлады. Найза мен айбалтаны тамаша егерген, шапшандығына көз ілеспейтін жігіттері өзінен күші басым жаудан қаймықпай соғысып, жеңіп шыға беретін естігенім бар. Егер білікті офицерлері болса, қазақтар әлемдегі ең әйгілі атты әскер құрар еді. Кенесары Қасымұлы сияқты батырымызбен мақтанып, үлгі етуге кеңес беремін. Каналымызға жазылып, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар достар.